мынау қазір жаназаларға әрине Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жаназа рәсімдеріне байланысты осы карантиндік режимде, атап айтқанда осы коронавирустың кесірінен қаза болған, қайтыс болған кісілердің жаназаларын өткізуге байланысты мәлімдемесі арнайы шықты. Біз сол мәлімдемені ұстануымыз керек. Яғни 30 адамнан артық жаназаға тек туыстар ғана, сосын жаңағы бір ғана діни қызметкер барып, одан артық жиналмау, және мынау 7 күндік, 40 күндік, 100 күндік деген қажет болатын болса жылдық астардан әзірге уақытша бас тарту. Егер қатты жаңағы мұқтаждық сондай болып тұратын болса, тек қана өзінің өте жақын туыстарының арасында үйде жаңағы 5-6-10 шақты адамның шеңберінде ғана дастархан жаюмен шектелу. Міне осындай шараларға біз, осындай шектеулерге, осы карантиндік режимнің талаптарын сақтауға қазір жамағатты шақырып отырмыз. Неге? Себебі бұның артында мынау ұлттың, үмметтің денсаулығы тұр. Сондықтан ұлттың, үмметтің денсаулығын сақтайық.